мектеп гимназиясы 8-ші А сынып оқушысы Қалдмарат Еркежанмын. Green Houses номинациясы бойынша қатысудамын. Бұл бақылау жұмысы мектебіміздің ландшафттық дизайны. Қарап тұрсақ, мектебіміз 4 бағыттан тұрады. Біріншісі жаратылыстану математикалық бағыт, екіншісі гуманитарлық, үшіншісі салауатты эстетикалық өнер бағыты, төртіншісі бастауыш сынып бағыты. Қарап тұрсақ, мынау мектебіміздің спорт орталығы. Бұл жерде балаларға арналған футбол алаңы бар, және жеңіл атлетикалық жүгіру жолдарымен қоршалған. Спорт орталығы жанында волейбол мен баскетбол алаңдары, сондай-ақ секіретін және лақтыратын орындар болады. Екіншісі, мектеп ауласындағы шағын саябақ. Бұл саябақта оқушылар сабақтан тыс уақытта өсімдік дүниесімен таныса отырып, әртүрлі өсімдіктер мен талдар отырғызады. Не қарап отырсақ, егілген талдарақтардың қасиеттері мен гүлдерді оқушылар өз күтімдеріне алатын болады. Бұл саябақта отырғызылған талдарақтар мен гүлдер білім ошағына ажарын келтіріп қана қоймайды, мектеп оқушыларының табиғатқа деген қамқорлығын арттырады. Ал мынау біздің мектебіміздің өзіміз білетіндей әр апта сайын, әр жұма сайын ұлттық құндылықтар дәріптеу күні. Ұлттық құндылықтарымызды насихаттау негізінде бұл жерде салт дәстүрлерді, қазақтың ұлттық ойындарын насихаттау осы жерге байланысты болады. Дәріптеледі осы жерде. Ал мына жерде мектебіміздің жылыжайы. Жылыжайдың мектеп үшін маңызы өте зор. Біріншіден, мектеп асханасының ас мәзірі адам денсаулығына пайдалы, ешқандай қоспасыз өскен өнімдермен қамтамасыз етіледі. Ал мынау тұрған біздің жел энергиясының қондырғысы. Бұл мектебімізді электр қуатымен қамтамасыз етеді. Ол аккумулятор батареяларын зарядтайды. Жел энергетикасының қондырғысы 100 киловаттан бірнеше мегаваттқа дейін жетеді. Ал мынау қарап тұрған Қазақстанның көрікті ғимараттары. Бұл рухани мәдени ғимараттар көрсетілген. Балалардың географиялық танымдылықты арттыру мақсатында көрсетілген ғимараттар. Назарларыңызға рахмет.